Баршаға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Дәл осындай әдемі шығатын балды пирожныйлардың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Бұл пирожныйға керекті құрамының бәрін осы видеоның описаниесіне міндетті түрде жазып қоямын, сол жерден көрсеңіз болады. Негізінде өте қарапайым рецепт, әрі бір жасағаннан ақ әдемі шығады. Ең алдымен жұмыртқа мен қантты миксердің көмегімен, болмаса венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Қанты еріп, дәл осылай аппақ болып көпіруі керек. Қызып тұрған балға 2 шай қасық сода салып, жақсылап араластырамыз. Содан салған кезде осылай аппақ болып көпіршиді. Балды микроволновкада, болмаса сулы баняда қыздырып алсаңыздар болады. Мен кәдімгі магазиндегі балды қолдандым. Енді қызып тұрған балға сармайды салып, ерітіп аламыз. Бөлме температурасындағы сармай болған дұрыс. Балды ыстық күйінде құюға болмайды, суытып, жылы күйінде жаңағы жұмыртқа мен қантты араластырып алған массамызға құямыз. Бұны да миксердің көмегімен кішкене араластырып жібереміз. Міндетті түрде ұнды електен өткізіп аламыз, 2-3 бөлікке бөліп. Жақсылап араластырып аламыз, ешқандай түйіршік қалмауы керек. Қамырымыз дәл осылай сұйықтау болады. Алдын ала пешті қыздырып аламыз. Енді әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан градусын өздеріңіз қарайсыздар. Осылай табамызға астына пергамент қағазын төсеп алып, осылай жағып шығамыз. Корждары өте тез пісіп қалады. Коржды суыған соң пергамент қағазынан ажыратып аламыз. Кремін дайындаймыз. Бұл жерде творожный сыр мен сахарный пудраны алдымен араластырып аламыз. Кейіннен өзімізге қажетті сливкиді құйып, миксердің көмегімен бірінші жай жылдамдықта бастап, кейін жылдамдығын көбейтіп отырамыз. Қою болғанша араластырамыз. Көп араластыра берудің де қажеті жоқ. Кремнің дайын болғаны дәл осылай байқасаңыздар болады. Осылай түспесе, кремнің дайын болғаны. Менде дәл осындай 3 корж шықты. Енді шеттерін бірдей қылып кесіп аламыз. Коржымыз жылжып кетпес үшін осылай кремді жағып аламын. Дәл осы видеодағыдай кремнің барлығын бірдей қылып жағып аламыз. Корждың шетін крем жақпай тұрып кесіп алғандарыңыз дұрыс, сонда оңайырақ болады. Өзімізге қажетті мөлшерде кесіп аламыз. Өзіме осы рецепт ұнайды. Өте оңай, әрі корждарда өте жұмсақ болып шығады. Бір жасағаннан ақ әдемі шығатын рецепт. Бетінің әсемдеуін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Мен бетіне сары күл жасадым.
333 номерлі насатканы қолдандым. Барлығын мешокқа салып, енді гүлді жасап шығамыз. Басқа да заттармен әдемілеп жасасаңыздар болады. Мен енді бұдан да әдемі көрінсін деп шоколадты ертіп, осылай гүлдердің үстіне құйып шықтым. Шоколадты жасау үшін кәдімгі Қазақстан шоколады мен сливкиді араластырып ертіп алдым. Пирожныйлар дайын, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Негізінде холодильникке салып қойсаңыздар, бұдан да жұмсақ болып шығады. Егер де видео ұнаса, дәл осы рецепт бойынша сіз де жасап көріңіз. Бір жасағаннан ақ әдемі шығатын пирожныйлар.